Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін осындай перламутр мен косточки біз шокер жасайтын боламыз. Және бұл ерекшелігі, бұл шокердің кулоны болады, осындай үлкен. Немесе қолданбай қойсақ болады кулонды. Енді бізге керек заттар осындай косточки перламутрдың, және де застежка с удлинителем, 2 крем плантач, 2 протектор, 1 штук колечки қолданамыз, және осындай бейл қолданамыз кулонға арналған, және осындай кулон қолданамыз перламутрмен. Бұнда және де бізде бір ерекшелік, мен мұнда межбусы ретінде осындай ұсақ кремдерді қолданатын боламын. Бұл менде арзанға түскендіктен осындай қолдана берсек те болады. 2 миллиметрлік крем бізде ұсақ. Енді тағы да бізге керек заттар трость қажет, әрине. Осындай менде трость, осындай корейский менде. Және де инструменттер қажет. Плоскогубский с угнутым кончиком, және де қайшы керек маған. Енді ең бірінші біз осы тростымызды алып, мойнымызға жететіндей қылып өлшеп аламыз, және артығымен аламыз. Артығын қиып тастайсыздар. Міне артығымен алдым. Енді қидым. Енді бізде бір ерекшелік, ең бірінші кулонымызды дайындап аламыз. Кулонымызды осындай бейлдің жабық тұрған жерін ақырын осылай инструментпен былай қарай ашасыздар да, осылай дайындап аласыздар. Енді бейлді қайтып кигіземіз. Міне ашық тұрған жерін, жіңішке жағын осы кулонға кіргіземіз. Ал жуан жағын жоғары жақта тұру керек. Міне. Енді ақырын осы ашық тұрған жерін бүйтіп басып бекітеміз. Міне. Бекіттік. Ең бірінші осы кулонымызды бірінші осы жіпке кіргізіп аламыз. Тур ортасына осылай. Енді осы барлық косточкемізді перламутр кесіп төгеміз. Және де осы косточки перламутрдың 2 штугын алып қоямыз. Не үшін? Біз сырға жасайтын боламыз. Осы 2 штугымен немесе 4 штугымен сырға жасайтын боламыз. Наборда сырға немесе браслетін жасауға болады. Барлығын төгесіздер. Енді өстіп тросымызға бірінші бір жағына перламутрды өткіздік. Қараңыздар қалай тұрады. Енді крем. Межбусы. Сіздер межбусы қолдансаңыздар болады. 1 штук. Міне. Және де екі жағы бірдей болу керек, о жағын ұмытпасыздар. Өткіздік, енді қалай көрінетінін қараймыз. Міне, арасы осылай көрінетін болады межбусымен. Және де осы барлық перламутр косточки біткенше жіпке тіземіз. Екі жаққа бөліп, екі жаққа бірдей болу керек. Енді мына жағын тізіп алайық. Бас жағын қайшымен кесіп. Керек заттардың бәрін описаниеға жазып қоямын, астына қарасаңыздар болады. Және де барлық видеомда менің астында қанша миллиметр барлық размерлеріне шейін, атауларына шейін жазып қоямын. Барлық видеомда солай. Және маған подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Мына жерде кейін егерде кулон болмай жатса, арт жағынан ашып алып тастауға болады. Енді қараймыз. Қалай көрінеді екен, сразу қарап алған дұрыс. Енді ары қарай тізе бастаймыз. Егерде кулонның размері келмей тұрса, ұнамаса, онда басқа кулонды мына жағынан ашып, элден ашып, басқа кулонды тағуға болады.
бұл негізі шокер болмайды. Шокер деген кулоны жоқ, және алқа сияқты емес, қысқарақ, мойынға қысқарақ болып келеді. Егер шокер деп сондай атайды. Және де ұсақ нелермен жасалады шокер деген. Осы да шокер қылып жасасаңыздар да болады, және осындай алқа қылып жасасаңыздар болады. Менікі бұл кулон болғандықтан алқа ретінде кетеді. Бұл фурнитураларды сіздер фурнитура сататын магазин алсаңыздар болады. Әр қалада бар. Мен Қазақстанда тұрғандықтан мен көбінесе Шымкент, Қарағанды, Ақтөбеден заказ беремін. Осы үш жерден, және Талдықорған қаласында да бар. Негізі Қытайдан заказ берсе де болады. Қараймыз. Негізі осы алқаға 2 және 3 мм межбусиларды тағы берсеңіздер болады. Әртүрлі формасынан. Жалпақ түрі бар, шарики деген бар. Аяқтап қалдық. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Тағы көрейік. Мойындарыңызға мен негізі көбінесе өзімнің мойныма өлшеймін. Енді көрейік, бірдеме екен. Біріне артық болып тұр, үш көрініп тұр, біріне артық екен. Міне бәрін тізіп біттім. Моншақтың енді аяқ жағын бекітетін боламыз. Аяқ жағын қалай бекітеміз? Ең бірінші кремді аламыз. One Touch. Бұл кремдің аты One Touch. Өте мықты крем, бағасының жағынан да жоғары. Артынан протекторды аламыз. Өткіземіз. Айналдырып әкеп қайтадан кремға саламыз. Енді артылған тросты ақырын осып моншақтардың арасына салып жіберуге болады. Енді кремімізді бекітеміз. Пласка купсымызды аламыз, немесе крем павер деген болады. Арнайы крем бекітетін. Менде ол жоқ, сондықтан мен пласка купспен ақ бекіте беремін. Қатты бүйтіп қысасыздар, сонда осы крем бекітіледі. Міне бекітілді.
енді мына жақтан алып бәрін былай қарай жинаймыз. Міне артық мына жақтағы трость осында кіріп кетті арасына. Енді мына жағын бекітеміз. Бұл жағын бекіткенде бірінші крем, екінші протекторды қолданамыз. Осындай крем және протектор. Енді осы мынау артық жағында осы моншақтардың арасына салып жіберсеңіздер болады. Немесе түбінен қиып тастасаңыздар да болады осы кремнің. Енді мына жағынан алып осы инструментпен тартамыз. Сонда мына жақ тартылады. Міне қараңыздар. Тартқан кезде міне осы жақ бәрі тартылады. Енді осы екінші жақ клипімізді бекітетін боламыз. Міне қатты бастым. Бекітілді. Бекітілген кезде мынау кремптің өзінің жаңағы бітіп шығып тұрған несі былай кері қарай кіреді, сонда бекітіледі. енді мына артық жерін аламыз да қайшы немесе кусачкамен қиып тастаймыз. Міне алқамыз дайын болып қалды. Енді осы соңғы застежкамызды салатын боламыз. Застежканың өзінің колечкиі болады, соны екі инструментпен ашатын боламыз. Жанына қарай жылжытамыз, колечкиді сөйтіп ашамыз. Міне жылжыттық. Енді осы колечкиға моншақтың бір жағын және застежкаға салатын боламыз. Застежкаді осы салып қойдық, енді бекітеміз. Бекіттік. Міне мықтылап бекітіңіздер. Міне бар жағы дайын. Енді тағы бір застежкамызды алып, колечкамызды алып жанына қарай жылжытып ашамыз. Екі инструментпен көмегімен ашасыздар. Және бір жағына осы алқаның екінші жағын және мынау ұзын жағын саламыз. Міне салдық. Енді бекітеміз. Бекітілді. Бітті, осымен алқамыз дайын. Бәрін түсінікті деп ойлаймын. Міне осындай алқа пайда болды. Міне